шаттанайық бәріміз бірге. Көтеріңкі көңіл, неткен ғажап өмір, шаттанайық бәріміз бірге. Күнде думан, күнде шаттық мереке, арта берсін қазағымда береке. Бірлік бақыт болсын көлік, шаттық етсін бар қазақтың үйіне. Күлкі деген өмір ажарым, тарқамасын көңіл базарым. Мерекені тойлап, жүрміз күліп ойнап, сіздер үшін әзіл әлемі. Мерекені тойлап, жүрміз күліп ойнап, сіздер үшін әзіл әлемі. Күнде думан, күнде шаттық мереке, арта берсін қазағымда береке. Бірлік бақыт болсын көлік, шаттық етсін бар қазақтың үйіне. Бірлік бақыт болсын көлік, шаттық етсін бар қазақтың үйіне. Армысыздар, кеш жарық құрметті өнер сүйер қауым. Бүгін міне күлкі күніне арналған Астана қаласы көңіл тапқырлар театрының әзіл әлеміне қош келдіңіздер. Бәрекелді, рахмет. Бұл күн бұрындары 1 апрель, 1 апрель никому не вер деп жүретіміз. Қазір ондай бір көп көрмейміз. 1 апрель никому не вер деп алдап атырған. Өйткені күнде алдап жүргесін қызық емес пе уже? Бұрын тек жылына бір-ақ рет алдайтынбыз. Қазір күнде алдаймыз. 1 апрель күні керісінше алдамай жүреміз де бір күнде. Керісінше осы күнді қазір шындық күн деп қой көрсек. Бір күнде өтірік алдамай жүреміз. Қазір бәріміз солай ғой. Жұмыстан звондатып, қайдасың десек, кеп қалыңыз, бірақ пробкада тұрасың, алдап жүресің. Үйдегілерге де өтірік алдап жүресің. Бір жаққа кетіп барасың, ана сеніп қалады, кетіп қалады. Өміріміз сол. Сондан да бұл күн менің ойымша күлкі күні деп қабылдап отырып, күлкі күніне арналған бұл мереке сіздер үшін ағайын. Қош келдіңіздер. Бүгін құрметті көрермендер, театрымыздың актерлары жұптасып өнер көрсетеді. Естеріңізде болса, біз желтоқсан айында бастаған болатынбыз бірінші бөлім. Бүгін бізде екінші бөлімі. Бірінші бөлімде біздің театрымыздың актерлары бишілермен жұптасқан болады. Бүгін біз әншілермен жұптасатын боламыз. Театрымыздың актер сахнаға шығып әзілін айтады, сосын бір эстрада әншісімен әнін шырқайды. Сіздер қошеметтеріңіз экранда шапалақ метр деп өзіміз ат қойып қойдық. Сол бойынша қанша ұпай жинайды, соны білетін боламыз. Енді көпшілікте сұрақ туындауы мүмкін, бір театр бір-бірімен жарысып неғып жүрді. Айтайын. Бұрын жарыспаған кезде жігіттер өздері шығады да әзілдерін айтып кетіп қалады. Жаяудың шаң шықпас, жалғыздың үн шықпас деп қызық емес ау деймін. Біз өз қазақ халқы жарыс жақсы көретін халықпыз ғой. Қанымызда бар ау деймін бар ғой. Біз өзіміз жалпы айтыстың өзінде мысалы сайыс, сөз жарыс. Біз дастархан басында отырған жерде сөз жарысып отырамыз. Сөз тапқанда қолқа жоқ деп айтып отырамыз. Ұлттық ойындарымыздың өзі көкпар болсын, қызыл болсын, ат жарысы болсын, бәрі сайыс жақсы көріп тұрамыз. Оу деп отырамыз. Жігіттерге де ұнап қалыпты алдыда, сіздерге де ұнаған секілді. Біз өзі үй салсақ та жарысамыз, той жасасақ та жарысамыз, киінсек те жарысамыз. Біз енді мына концертке келуге жарыспағанмен, кеткен кезде шығуға жарысамыз, әйтеуір білмеймін. Сыртта бір сыйлық дайындап тұрған секілді осы ана есіктер пробка болып жатады, кәдімгі шыға алмай. Жалпы бүгін осы сайыс түрінде өткізгелі жатырмыз. 6 жұп өнер көрсетеді. Қош келдіңіздер. Бұл әзіл әлемі. Бірінші жұпты ортаға шақырайын. Театрымыздың тамаша актері, өзіндік стилі бар, өзіндік бағыты бар. Қарсы алыңыздар. Қайрат Әділгерейұлы.
көшпес бұрын Астананы вообще түсінбейтінмін ғой. 10 жыл бұрын менің нағашыларым көшіп кетті Атыраудан Астанаға. Солармен хабарласып, былай қал жағдай сұрасып звондайсың ғой. Жаңа жылдармен құттықтап, қалайсыздар, жақсы болып құтты болсын. Астана қалайсың? Ой, құрсын боран қақап жатыр. -45 балалар сабаққа бара алмай отыр дейді да. Сосын көктемде звондайсың, қалайсыздар, жақсыздар ма? Астана қалайсың? Ей, ана қардың бәрі еріп бұртыс болып жер шалқып жатыр дейді да. Жазды күні звондайсың, қалайсыздар, жақсыздар ма? Астана қалайсың? Ей, қысқа қарағанда жылы дейді. Масақ болып тұр, жүре алмаймыз дейді. Сосын күзде звондайсың, қалайсыздар, жақсыздар ма? Астана қалайсың? Ей, құрсынара жаңбырмен қарындас жауып берекет алып жатыр дейді. Кейін ойлайтынбыз, Астанада ден дұрыс погода болады. Бірақ бір жақсы жері, мен Астанаға келсем, күн ашық болып, шайдай ашып тұрады. Сосын нағашыларым айтамын, ей, күн жақсы болып тұрсың. Ей, осы бүгін болды, тек ашылғанда, бүгін дейді. Қазір өзім Астанаға көшіп алдым, оказывается, сол оружие екен ғой. Ешкім келмесе екен деп отырады. Шоламасын деп.